Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Осындай керемет дәмді, жұмсақ болып шығатын сочниктердің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ендеше жасауға кірсек, ең алдымен бөлме температурасындағы майымызды аламыз. Ыдысқа салып, үстіне 2 ас қасық қаймақ саламыз. Сонан соң шекерімізді саламыз. 2 ас қасық. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне 1 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осы дайын болған қоймалжың масамызды үлкендеу ыдысқа құйып, үстіне ұнымызды саламыз. Ұнға алдымен 1 шай қасық разрыхителімізді қосып, араластырып аламыз. Сонан соң 2 бөліп салатын боламыз. Мінекей мен видеода жарты бөлігін салып, араластырып алып жатырмын. Сонан соң қалғанын саламыз. Жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырды илеп жатырмын. Жан-жағын жиыстырып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болуы қажет. Мінекей дайын болды. Осы дайын болған қамырды мұздатқышқа салып қоямыз. 30 минуттай салып алсаңыз болады. Достар, ендеше салмамызды жасауға кірсек, ең алдымен бізге творог қажет. Творог міндетті түрде құрғақ болсын. Ұн қосамыз, қаймақ қосамыз, шекер қосамыз және жұмыртқаның сары уызы қажет болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізге массамыз бірігуі қажет. Жұмыртқамызды саламыз. 1 қасықты кішкене алып қалдым. Сочниктердің бетін жағуға керек болады қазір. Енді барлығын бастары біріккенше жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, осымен салмамыз дайын болды. Бастары біріксе болды бізге. Сулы болмасын. Осындай сәл құрғақтау болған жақсы. Енді осы жұмыртқаның кішкене алып қалған сарысына 1 шай қасық сүт құйып, кішкене сұйылтып дайындап қоятын боламын. Қазір сочниктердің бетіне жағуға қажет болады бізге. Достар, енді сочниктерімізді жасауға кірісеміз. Алдымен мұздатқыштан қамырымызды шығарып, теңдей етіп 10 бөлікке бөліп аламыз. Бөлген бөліктерімізді дөңгелек етіп, формаға келтіріп алатын боламыз кішкене. Енді достар, сочникті жасаймыз. Алдымен кішкене ұн сеуіп, қамырымызды оқтауменен жайып аламыз. Тым жұқа болмасын. Енді салмамызды саламыз. 1 қасықтан салып шықсаңыздар жарайды. Салманы көп етіп салмай қойыңыздар, себебі қазір пісірген уақытта қамырымыз сәл көтерілетін болады. Сол кезде ашылып кетеді. Салмасы сыртына шығып кетуі мүмкін. Сол себептен 1 ас қасық салсаңыздар жарап қалады. Видеодағыдай жасап шығыңыздар барлығын. Жарты бетіне салдым, жарты бетін аударып, осылай
қолымызбен жауып шығатын боламыз. Қатты басып шаба беріңіздер. Осымен дайын сочник. Мен осылай сочниктердің жартысын жауып, жартысын ашып жасадым. Видеода көрсетілгендей осылай алдын ашып жасауға да болады. Бұл кезде екі жағын қаттырақ басып жіберу керек. Сол кезде ашылмайды. Қатты ашылмайтын болады. Осымен дайын. Жұмыртқаның саруызын беттеріне жағып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз. 35 минутта пісіреміз. Әркімде пеш әртүрлі, сол себептен ұзақтығы да әртүрлі болуы мүмкін. Достар, менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетсеңіздер болады. Комментарий жазып, лайк басып кетсеңіздер, риза болып қалар едім. Мінекей осымен сочниктер дайын. Өте жұмсақ болып, тәп-тәтті болып пісті. Жасап көруге кеңес беремін менің рецебімменен. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, достар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.